сендермен ашық сабағымыз өте бір-бірімізге бүгінгі ашық сабақта жақсы көңіл-күймен бастауды ұсынып отырмын. Олай болса сіздерге мына ақ көгершіндер арқылы сендерге жақсы көңіл күйді білуге рұқсат етілді. Бірінші болып мен өзім бастайын. Бүгінгі сабақта сендерге зейіндеріңнің ашылуын тілеймін. Бүгінгі ашық сабағымызда сәттілік пен белсенділік танытуды тілеймін. Бүгінгі ашық сабақ барлықтарыңызға. Бүгінгі ашық сабақта барлықтарыңызға жақсы көңіл күй және сәттілік тілеймін. Барлығымыз жақсы сәттілік тілеймін. Бүгінгі ашық сабақ барлықтарыңызға жақсы болсын. Бүгінгі ашық сабақта алған біліміміз болашақта жемісін көрейік. Ашық сабағымыз сәтті өтсін, мазмұнды әрі қызықты болсын. Топтарға бөлінуді ұсынамын. Келіп, жекелеп бір-бір оқушыдан келіп, шарды жаруларын сұрайын. Сөйтіп, сол топқа бірігіз. Сендермен металдар және бейметалдар деген тақырыпты өткен болатынбыз. Металдар және бейметалдар тақырыбы бойынша үй тапсырмасын осылай сендерге жасанды интеллект квизис арқылы сендермен кері байланыс жасағым келіп отыр. Олай болса телефондарыңызды алайық. Егерлердің тапсырманы қаншалықты орындағандарыңды, жақсы қалай түсінгендеріңді осы арқылы сендермен кері байланыс жасасын. Тоқсан үш пайызға түсінгеніміз көрініп тұр. Металдар және бейметалдар деген тақырыпты 93%-ға түсінгеніміз. Бар күштерімен өздеріңе тартуға тырысыңдар. Өздеріңе тартуға тырысыңдар. Жібермейміз. Тарт. Нені байқадыңдар? Оқушылар, осы тартыста мен байқадым. Тартылыс күшін тағы нені байқадым? Екі күш бірдей емес. Екі күш бірдей емес. Яғни бір жақтың мықтылығы білініп тұр. Бұл жерде химиялық тілде айтқан кезде күштілікке электр терістілік деп аталатын біздің бүгінгі жаңа тақырыптың бір ойымыз болатын. Осылай элементтердің күштілігін, яғни электр терістілігін білдіру мақсатында. Олай болса, екінші тақырыбымыз бойынша сендерге осындай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сендерде достарыңда, яғни екі досында, екі достың әрқайсысында 7 теңгеден бар. Алатын заттарың сендердің 8 теңге тұрады. Қалай аламыз? Ортақ мүлік болды сендерге. Аслан? Егер ол зат 8 теңге болса, екі жақтан 7 теңге болса, біз ортадан 4 теңге шығаратын болсақ 8 теңге болады. Ал өзімізде 3 теңге болады. Барлығымыздың ойымыз келісеміз бе, Аслан? Келіссек, яғни осы ойымыз арқылы біз ковалентті байланыс, ко деген сөз, бірге деген сөз екен, бірге деген сөз. Ковалентті байланыс туралы, біздің бүгінгі тақырыбымыз туралы ойға келеміз. Яғни ортақ жұп электрондары арқылы бізде байланыс түзу. Ковалентті байланыс, жарайсың Аслан, отыр. Олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымыз электр терістілік және ковалентті байланыс деп аталады. Олай болса, оқуымыздың мақсаты 8-1-4-1 электр терістілік ұғымы негізінде атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру. Бағалы критерийлеріне келсек, ковалентті байланыстың анықтамасын жаза алады, ковалентті байланыстың түзілу механизмін көрсете
алады. Олай болса, біз Менделеев кестесіне оралайық. Электронды тарту деген мағынаны білдіреді. Өзіне электронды тарту. Бізде электрон беру қабілетін металдар атқарса, электронды өзіне тарту қабілетін бейметалдар атқарады. Біз мектеп кезінде сендерге үйретілген еді, электронда бейметалдар бордан астатқа қарай диагонал жүргізген кезде, соның оң жағында орналасқан элементтер бізде бейметалдар деп аталатын еді. Енді электр терістілік ұғымы бізде элементтердің ішінде ең электр терістілігі жоғары, ол фтор элементі болып табылады. Фтор элементі. Оның сан мәні 4-ке тең екен. Яғни 4-ке тең болғандықтан бұл элемент барлық элементтерден электрон тарту қабілеті жоғары болып саналады. Енді Менделеев кестесінде период бойынша фтор элементіне қарай, яғни солдан оңға қарай электрон тарту қабілеті артады екен элементтерді. Және топ бойынша, яғни біз 17-ші топта алатын болсақ, 17-ші топта да дәл солай. Топта төменден жоғары қарай электрон тарту қабілеті жоғары қарай артады екен. Енді қарай, бізде электр терістілігі ең төмен элемент ретінде цезий белгілі. Цезий, бұның электр терістілігі 0,7-ге тең. 0,7. Яғни, біз Менделеев кестесіне қарайтын болсақ, электр терістілік былай қарай артып тұр. Байқасаңдар. Диагонал бойынша былай қарай артып тұр. Одан кейін орналасқан бізде оттегі деген элемент бар. Бұның да электр терістілігі 3,5-ға тең екен. Яғни осы екі элемент бізде электр терістілігі ең жоғары элементтердің қатарында. Тағы не айтуға болады? Міне, осы жерде байқасаңдар, бірінші топ бізде металдар, екінші топта металдар, міне мына жерде сарымен белгіленгендерде металдар. Осылардың барлығы электрон беруге қабілетті. Яғни сыртқы қабатында бізде орналасқан мына литий элементін қарайтын болса, литий элементі. Литий бізде 3-те орналасқан, 3-те. 1s2, 2s1 периодына байланысты бізде сыртқы қабаты осы екінші период бір электроны бар сыртқы қабатында. Осы сыртқы қабатындағы электронды бұлар беру арқылы мына 18-ші топта тұрған инертті салғырт газдардың қабілетін өздеріне алады. Яғни сыртқы қабаттары толады да бұлардың. Бос күйін сыртқы қабатындағы электрон беріп жібергеннен кейін бұл элемент өзін толыққанды элемент ретінде сезінеді және мына мысалы фтормен болса да, хлормен болса да үлкен байланыс түзеді. Байланыс түзілуі былай жүзеге асырылады бұлардың. Ортақ электрон. Мына литийде тұрған электрон, мына фторда тұрған немесе хлорда тұрған электрон жұбымен байланысып жаңа өнім пайда болады. Яғни литий хлориді деген сияқты жаңа өнімдер пайда болады екен. Осылай байланыс түзген кезде элементтердің мығымдығы, мықтылығы және жаңа өнімнің пайда болғаны осы жерден көреді екенбіз. Олай болса, электр терістілікті бізде Полинг деген ғалым енгізген. Одан кейін осы электр терістілік шкаласын ойлап тапқан осы Полинг деген ғалым. Және қазіргі таңда да біз осы Полингтің жерге қарасаңдар, бізде жерге қарасаңдар, хлор атомының коваленттік байланыс түзуі көрсетілген. Қараймыз. Коваленттік байланыс түзуі сыртқы қабатындағы электрондармен байланысу арқылы жүзеге асырылады екен. Қараймыз қазір. Міне, хлор молекуласы, осы жерден хлор 2 деген бізде 8 элемент бар еді, индексінде 2-мен жазылады. Міне, осылай байланыс түзу арқылы бұлар күшті элементке, қаныққан элементке айналады екен, мықтылығы байқалады. Осы жерде гамма жаңағы мысалдарды
элементтер сыртқы қабатындағы тұрған металдар болса, сыртқы қабатында тұрған электрондарын беру арқылы бұлар өзінің 18-ші топтағы элементтерді айттық қой, неон, аргон, криптон, гелий сияқты элементтер сияқты, инертті газдар сияқты сыртқы қабаты толық болып, бұлар өздерін не дейміз, қоршаған ортамен байланысын уақытша үзеді және мықты болып тұрады екен. Одан кейін мына жерде бізде аргон элементі тұр, аяқталған сыртқы қабат атомды тұрақты етеді. Олай болса, сендермен осы бүгінгі электр терістілік және ковалентті байланыс туралы жұмысты топтық жұмыспен бастағым келіп отыр. Топтық жұмысты сендер дәптерге орындайық. Бір ортақ тырысыңыздар және ковалентті, полюсті байланысты түсіндіруге тырысыңыздар. Оған дейін сендерге тағы да осы екіге бөлінеді. Полюсті және полюссіз болып бөлінеді екен. Полюсті байланыстар ортақ элементтер, яғни хлор болса, хлорлар арқылы ортақ электронды пайдалану арқылы және бұлардың арасы бірдей болады екен. Тартылуы бірдей ортада жүзеге асады екен. Ал полюсті байланыстың бұлар екі сияқты түсіндіруге болады екен. Осы әдістерді пайдалану арқылы кітаппен жұмыс жасап түсіндіруге тырысыңыз. Ортақ тұрақтылықты өзіне тарту арқылы қабілетті белсенділігін атқарады. Нәтижелерін айта кетсек, бізде бұл электр теріс тартылу күші. Бұл электр терісте тығыздықтың ауысуы химиялық қасиетте әсер болып табылады. Жаңағыдай біз бұл тәжірибеде миға шабуылында тәжірибе жасадық. Екі күштер бірдей болмады. Ал егер біз екі күш, мысалы мен егізім болатын болса, екеумізде де күш бірдей болады. Ал мен бейбітпен істегенде күш екі жақтан бірдей емес болғандықтан мен оны тартып кеттім. Солай нәтижесі солай болды. Электр тарту күші. Енді мен электр терістілік туралы фактыға айтып кететін болсам, периодтық жүйедегі орны. Бұл бізде маңызды, өйткені бізде бағана айтып кеткендей, ол солдан оңға қарай күшейеді, және де төменнен жоғарыға қарай күшейеді. Және де электрон сыртқы қабаты. Яғни бізде электрондан сыртқы қабатқа байланысты жұптар түзілетін болады. Бағана хлорды мысалға келтіріп айтылғандай, және де қызықты мәлімет айтып кететін болсам, бізде ең жоғары электр тестілігі бар, бұл бізде фтор элементі. Өйткені ол бізде солдан оңға қарай соңғы болып тұр, және де ол 4 деген белгімен айналады. Және де ең бізде төменгі электр тестілігі бар, ол бізде цезий элементі. Қосымда келетін болсақ, электр терістілік бұл заттардың өзара байланыстыратын қосындысы. Енді осы бізде электрон бұлттарының қабысуы нәтижесінде энергия бөлініп молекулалар түзіледі, және де ол молекулалар тұрақты болады. Сонымен қатар осы ковалентті плюссізді көптеген эксперимент кездерінде қолданылады. Бізде атышшақтары, яғни полюс жоқ, яғни ол судан аша берілді. Электр тогын өткізбей, элементтермен баяу әрекеттеседі. Кей реакцияларда төмен түсіп, биохимиялық рөлі шектеулі болады. Менде зиянды жағы, бізде ковалентті байланыс болған кезде, кейбір элементтермен байланысқан кезде олар улы газдар, түрлі жарылғыш заттар шығаруы мүмкін. Бұл бізде ковалентті полюс байланыстың зиянды жағы болып табылады. Бізде коваленттік полюссіз байланыстан байланыстырушы электрон жұбынан екі бейметал мен атомның арасындағы бір байланыс, атомның арасындағы электр байланысы болып табылады. Байланыс тек бейметалдар арасында түзіледі. Атомдық элементтер теріс
терістілімдігі олардың алгоритмдік болуы керек. Тирим механизмде кетет аш орда классы аш бірінші орналасқандықтан оның сыртында қабат жағылмайды, екі электрон болғандықтан қабат жағылмайды. Ал хлор 17-ші электронмен жетілген соң хлордың электрон қабаты соң қабаты 7 электрон 8-ге кіру үшін 1 электрон керек. Сол үшін аштан бір электр тесті көп болғанда, жоқ болғанда, қандай болғанда аштан 1 электронды сатып алып хлорға барады. Хлор осыған аштан 1 электрон алғаннан қабаты жабылып өзінің тиімді болады. Сол үшін хлордың артынан аш еріп жүреді. Электрондар бір жақтан ағысқандықтан положительный зарядтар пайда болады. Бағана айта кеткенімізде аш хлор, яғни хлорлы сутекте минус пен плюс электрондардың белгілері. Яғни бізде хлор бізде минус болады, ал аш бізде плюс болады. Неге? Себебі минус электрондары өзіне тартқан электрді қоса белгіленеді. Ал плюс электрондардың плюс ол бізде электрондарынан айырылған, яғни электрон берген элемент болып табылады. Полюсті байланыс. Бұл жерде электрон қалай қарай тартылады? Күкіртке қарай тартылады. N2 полюссіз. Фосфор хлориш. Бұл жерде электрон қалай қарай тартылады? Хлорға қарай. Хлордың электр терістілігі 3-ке тең. Бұл өте жоғары элемент. Полюссізге жатады. Полюстыға жатады екен. Электрон қай элементке қарай тартылады? Азотқа қарай тартылады екен. Өте күйдірімді екен, е? Кім? O2 полюссізге жатады екен. O газы бізде полюсті. Жақсы. Түсінікті ғой, я? Ковалентті полюсті байланыстың бізде 2 элементтен және екеуі бір-біріне ұқсамайтын элементтер арасында жүреді. Ал ковалентті полюссіз байланыста бір ғана бір элементтің арасында жүреді екен. Олай болса біздің сабағымызды қорытындылау үшін осы бүгінгі сабағымыз барлығы түсінікті, немесе сұрақтарым бар, түсініксіз деген сияқты сандарды басу арқылы аяқтасақ келді. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағыма өте керемет атсалысқандарыңа рахмет. Олай болса үйге тапсырма, параграф 36-ны оқып, келесі сабаққа дайындалып келеміз.